Қарыздары көп адамдарға товар берілмейді. Болды, кетіңдер. Бұл дүкенге біздің қарызымыз бар. Кейін келерміз. Жылама. Бүкіл ауыл Рая тәтені сыйлайды. Қарызым 20 мыңнан асып кетті. Қашан қайтарасыздар? Рая тәте қаласа қарыз береді, қаламаса бермейді. Ол кісіде дәптер бар, онда ауыл адамдары алған қарыздың тізімі жазылған. Байбатыр тағы да келдің ба сен? Жоқ, қарызға бермеймін мен саған. Намысың бар ма? Еркек емессің ба сен? Мына дәптерде бәрі жазылып тұр ғой. Кетші бұл жерден. Кет мен саған, болды. Байбатыр аға Рая тәтеге шаш етектен қарыз. Күн сайын карта ойнап, көп ақша ұтқысы келді. Бір қарыздан құтылу үшін екінші біреуден қарыз алды. Сосын тағы қарыз алды, бірақ жағдай оңбады. Әбден сорлады. Қарызға батқан адам күндіз абыройы, түнде ұйқысы жоқ. Байбатыр аға қатты қиналды. Бүкіл қарызың мына дәптерде жазылып тұр. Намысың бар ма? Сосын ол қарыздан құтылудың шешімін тапты. Рая тәтенің қарыз дәптерін өртеп жібергісі келді. Алайда Рая тәте қарап тұрсын ба? Атып салды. Шлей ондай болған жоқ енді. Байбатыр ағаны аудандағы түрмеге 15 күнге қамап тастады. Қарыздан құтылудың жолы бұл емес екен. Сонда қандай жолы бар? Қалай сонда? Бір күні біздің ауылға 2 батыр келді. Жоқ, бұлар емес. Міне, мына 2 кісі. Олар ауыл адамдарын жинап алып, қаржылық сауат, агросауат туралы сабақтар өте бастады. Бұған сенбеген адамдар да болды. Бірақ Байбатыр аға бұл мүмкіндікті жібергісі келмеді. Ол қарсыз қоғам деп аталатын ұйымның сабақтарына қалмай қатысты. Алған білімін түнде қайталап отыратын. Бірте-бірте оның көзі ашылып, мүмкіндіктерді көре бастады. Ол ауыл шетіне бос жатқан жерді жалға алды. Құлпынай өсіруді қолға алды. Жеңгеміз екеуі күні-түні еңбек етті. Маңдайдан тер ақты. Ол базарға құлпынай өткізіп, көп ақша тапты. Қарыздарынан құтыла бастады. Тек Байбатыр аға емес, ауылдағы біраз адам кәсіпке бет алды. Ал Рая тәтенің қарыздар тізімі қысқара берді. Маған қарызсыз қоғам агросауатты үйретті. Егер істің қыр-сырын меңгермегенде, мұндай жағдайға жетпес едім. Рахмет сіздерге. Егер барлық адам Байбатыр аға сияқты өзін қолға алса, білім алуға ұмтылса, ешбір ауылда қарыз дәптері болмас еді. Микрозаймдар жабылатын еді. Біз бәріміз бақытты өмір сүрер едік. Ендеше қарыздан құтылуға көмектесетін қарызсыз қоғамға рахмет. Қарызсыз қоғам, қарызсыз Қазақстан.